Hello peoples, how are you? How was your holiday? Сәлем оқушылар, қалайсыздар? Каникулдарыңыз қалай өтті? Менің ойымша, it was great. Жақсы болды деген үміттемін. Және бүгінгі сіздердің алғашқы сабақтарыңызбен құттықтаймын. Ағылшын тілінен сіздермен бірге болатын мен миссис Альфия. Okay? Nice to meet you. Okay, let's start. Today is our lesson about animals. Animals, яғни өзің білетіндей жануарлар туралы. Алғашқы сабағымыз. Open your books, my dear, and go to page 4. Кітабыңның 4-ші бетін аша қой. Okay, what kind of animals do you see? Қандай жануарлардың түрлерін көріп тұрсың? Сен оларды ағылшынша білесің бе? Окей, біріншісі үлкен дәу жануардыр. Оның аты an elephant. Yes, elephant. The next one is very long and it sounds s. What kind of animal? Yes, it's snake. The next one, the last is bird. Сен мен түсінгеніңдей, біздің келесі, яғни elephant дегеніміз піл, snake дегеніміз жылан, және соңғы жануардың түрі бізде құс. Яғни пингвин бізде құс, жануарлардың ішіндегі құстарға жатады. Okay, go to page 5. If you see, look at the pictures. Which animal is a mammal and a reptile and a bird? Ал 5-ші бетті ашқан кезде сіздерге мынандай сұрақ қойылып тұр. Look at the pictures. Which animal is a mammal, a reptile and a bird? Яғни осы жануарлардың қайсысы бізде сүтқоректілер, қайсысы бізде жыртқыш аңдар, және қайсысы құс жануарларына жатады. Okay, кәне айтшы, snake is a mammal, reptile or bird? If you know, it's a reptile, yes? And the penguin is bird. And the elephant? And an elephant is mammal. Very good. Good job. Енді келесі тапсырма. The next one. Task 2. Екінші тапсырманы қарай қой. Балалар, сіздер 2-ші сыныпта көптеген түстерді өттіңдер, көптеген ағылшын сөздерді өттіңдер, үлкен, кішкентай деген сын есімдердің неше түрісін өттіңдер. Сондықтан да бүгінгі біздің сабағымызды емін-еркін түсінуге сіздердің сөздік қорларыңыз жеткілікті. Ендеше 5-ші беттегі 2-ші жаттығуды қараймыз. Task 2. Мен оқимын, сен менің артымнан қайтала, және соңында ол қандай жануар екен табуымыз керек. Okay? Ал кеттік. Let's go. I live on a land. I eat eggs and small animals. I look for food at night. And what am I? Не дейді бұл жерде? Мен land, яғни жер бетінде өмір сүремін дейді. I eat eggs. Жұмыртқа жеймін дейді. Және small animals, кішігірім жәндіктерді жеймін дейді. Одан кейін I look for. Балалар, look for деген сөзіміз іздеу деген мағынаны білдіреді. Мен нені? Food, яғни тамақты look for іздеймін. Қашан? At night, түнде. Және мен кіммін дейді. How do you think? What kind of animal? I think it's snake. Да?
The next one. Екіншісін оқимын, бірге тыңдап, кітапқа назар сал. I live on a land. I eat plants. What am I? Өте қарапайым. It's very simple, yes? Ол шөп жейді екен, және жер бетінде өмір сүреді. Кім деп ойлайсыздар? Өздерің табыңдар. Келесі. I live on a land and in water I eat fish. What am I? Ол жер бетінде де, суда да өмір сүреді екен, және балықпен қоректенеді. Ол қандай жануар? Yes, it's penguin. Okay, very good. The next one. Қазір енді біз true және false деген ойынды ойнаймыз. True and false. True дегеніміз шындық, false дегеніміз өтірік. Қазір біз мына жануарлар туралы ақпарат алдық. Яғни олар біреусі жұмыртқа жейді, біреусі суда өмір сүреді, біреу балық жейді, біреу тек қана шөп жейді деп, Ол сөздердің бәрін кітабында көріп тұрсың, және суретпен берілген. Көрдіңіздер ме өздеріңіз? Жер беті деген ағылшынша land. Және балық дегеніміз fish, жұмыртқа дегеніміз eggs, және шөп болса, өсімдік болса, оны біз plants деп атаймыз. Plants. Okay. The next one. Кеттік. Task 3. A snake's life. Яғни жыландардың өмірі деген сөз. Snakes live in Antarctica. Do you know where is Antarctica? Антарктика қайда екенін білесің бе? Ол өте суық жер. How do you think? Жыландар сол жерде өмір сүре ала ма? It's true or false? I think it's false because the snakes doesn't live in Antarctica in a cold weather. Yes? Менің ойымша, олар суық ауа райында өмір сүре алмайды. Сондықтан ол false, өтірік. The next one, the second is snakes smell with their tongue. Яғни жыландар өздерінің иісті тілімен сезеді дейді. Қалай ойлайсың? Бұл шын ба және өтірік па? It's true or false? Бұл сұрақтың жауабын өзің тауып кел. The next one. The third. Snakes sleep with their eyes open. Жыландар көздерін ашып ұйықтайды дейді. It's true or false? It's true. Ол шындық. Жыландар көздерін ашып ұйықтайды. The next, the last is... No, the last. Not last. The fourth is snakes eat only 3 times a year. Жыландар жылына 3 рет қана тамақтанады екен. How do you think? It's true or false? Ол шындық па әлде өтірік па? It's false. Ол жыландар жылына 3 рет қана тамақтанбайды. Әрине, әр жыланның ұзындығы, размері әртүрлі болғандықтан, оның жейтін тамағы да әр кезде әртүрлі болып келеді. Сондықтан да бұл өтірік. And the last, snakes stop growing when they are 1 year old. It's false. Яғни жыландар бір жылдан кейін өсуін тоқтатпайды, олар өзінің өмірдің соңына дейін өсе береді екен. Және де жаңағы екінші сұрақтың жауабын айта салайыншы сіздерге. Яғни бағана екінші сұрақта бізде яғни жыландар тілімен иіс сезеді дегенге қандай жауап ойлайсың? True or false? It's true. Оларда мұрындары бар, яғни біздікіне мұрындары бар, бірақ олар иіс сезбейді. Олар иісті тілімен сезеді. Жарай ма?
Бүгінгі осы жабайы жануарлар туралы білгеніңді, соның ішінде жылан туралы білген ақпараттар өте қызықты болды ма саған? Меніңше, иә, себебі менің өзіме де алғашында осы ақпараттарды білген кезде өте қызық болды. Сондықтан да достарыңмен, ата-анаңмен бөлісуді ұмытпа. Және бүгінгі 3 жануардың атын жаттап ал. Қандай жануар? An elephant, snake, and a penguin. Okay, my pupils, open your activity books. Go to page 4. So task 1. Which animal is it? Read, choose, and draw. Яғни қандай жануар бұл жерде бар дейді. Оқы, оларды белгіле және суретін сал дейді. For example, in the first picture we see an elephant. Бірінші суретте біз пілді көріп тұрмыз. Бірақ астындағы сөзді оқи қой. I'm a bird, but I can't fly. I love fish. Мен құспын дейді, бірақ та мен ұша алмаймын. Сонымен қатар балықты жақсы көремін. Сәйкес келе ма? Жоқ, бұл кім? What kind of animal? Yes, it's penguin. Яғни бірінші қорапшамызға біз пингвиннің суретін саламыз. Және жоғарғы жасыл тұрған жолаққа пингвин деп жазуымыз керек. Бірінші тапсырма түсінікті деген ойдамын. Окей, менің оқушыларым, біздің сабағымыз аяқталды және келесі сабақта кездескенше. Goodbye.